Бүгін біздің музейімізде ерекше көрме ашылып жатыр. Бұл 26 жылдың алғашқы көрмесі десек артық болмайды. Василий Витальевич біздің музейімізде жыл сайын бір көрме өткізіп отырады. Егер қателеспесем болсақ, бұл біздің музейімізде өткізіп отырған 6-шы көрмесі. Жыл сайын ол өзінің жаңа туындыларымен, жаңалықтарымен қуантады және де таңғалдырады. Биылғы көрме өздеріңіз көріп отырғандай пейзаждармен бірге мынау өзінің философиялық ойын терең, әлде кез келген адам бірден түсіне бермейтін, арнайы түсіндіретін иесі немесе автордың өзі түсіндіруі мүмкін, немесе осы бір ғылым саласындағы немесе философия саласындағы ғалымдар түсіндіре алатындай кейбір күрделі туындылар бар. Айтылмаған әсемдік деп көрменің атта бекіт айтылып тұрған жоқ. Өйткені дүниеде біз әсемдеп жүрген дүниелеріміздің бәрі өз көзімізге көрінуі мүмкін, бірақ көзге де көрінбейтін әсемдіктер болады. Өнер адамдары, ақындар, жазушылар, суретшілер осы дүниені көре біледі да, соны жаңа жеткізеді. Василий Витальевичтің бұл жаңағы өзінің көрермендеріне, келушілеріне өмір бойы жинаған тәжірибесінің арасындағы дүниеде көптеген жаңағы біз көрмей жүрген, біз бағалай жүрмеген, бағалай білмеген, көзбен көрсек те бағасына жете алмаған әсемдіктер бар екенін өзінің көрермендеріне айтқысы келеді.